Мен Алматы облысы Ақсу ауданы Матай орта мектебінің 5-ші сынып оқушысы Нұрболқызы Эльнара. Мағжан Жұмабаев. Туған жерім Сасықкөл. Алыстан мұнарланып шалқыған көл, бетінде күннің нұры балқыған көл. Шарысып саф күмістей ақ көбігін, мап-майда мөлдіріндей қалқыған көл. Жанында жас балалар ойнаған көл, жан жануар суын ішіп тоймаған көл. Көз салып жалтырыңа мұңға батып, ғашықтар жарын іздеп ойлаған көл. Шешініп қыз келіншек суалған көл, әр жанды мөлдіріңнен суарған көл. Масайрап суға тойып төрт түлік мал, дөніңе ойнақ салып қуанған көл. Сыртыңда ақ боз үйлер жарасқан көл, байларын кедейлерге қарасқан көл. Ағайын тату-тәтті қоныс бірге, саулықты сағат сайын сұрасқан көл. Түрлі қыз әуес қосып шулаған көл, шуақта балықтарын тулаған көл. Сапырып сары қымыз ертенді кеш, басында кеңес құрып тулаған көл. Сасық деп еркелетіп ат қойған көл, от суға ең түгіл жат тойған көл. Назданып жүйрік мініп тарлан шегіп, көксілдер тұс-тұс жақтан ат қойған көл. Кір жуып кіндік кесіп сен өскен көл, сусын боп құрбымен ойнап күліп келдескен көл. Жарысып тайға мініп батпақ қаунап, күресіп күн батқанда белдескен көл. Хайдың көл ата қоныс құт болған көл, сусын боп сұрағанға от болған көл. Кеше бірлік ынтымақ түгел шақта, бейне бір сенің басын сүт болған көл. Білмеймін не боларын қайран көлім, жарайды тем болмаса күн мен түнің. Етейіп қара шекпен келіп қонса, басыңнан құсың ұшып кетер сенің.